Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздерге спицияға жіпті қалай жинау керек екенін көрсететін боламыз. Ол үшін жібімізді тартып аламыз, біраз бөлігін. Бас бармағымыздың арасынан, одан кейін сұқ саусағымыздан өткіземіз. Біраз бөлігін тартып алайын. Саусақтарымыздың көмегімен қысып ұстаймыз. Екі саусақ арасындағы жіпті жоғарыға тартамыз. Алдымен бас бармағымыздағы жіптен, одан кейін сұқ саусағымыздағы жіптен және қайта бас бармағымыздағы жіптің арасынан өткіземіз. Жібімізді тартамыз. Осылайша спицияда екі жіп пайда болады. Сіздерге қазір қайта көрсетейін. Алдымен бас бармағымызды, одан соң сұқ саусағымыздан жіп өткізіп, саусақтарымыздың көмегімізбен ұстаймыз. Екі саусақ арасындағы жіпті жоғарыға тартып, алдымен бас бармағымыздағы, одан соң қайта сұқ саусағымыздағы және қайтадан бас бармағымыздағы жіптен алып шығамыз. Осылайша жібімізді тарттық. Осылайша екі петель пайда болды спицияда. Енді ары қарай үшінші жібімізді алайық. Қалған жіптеріміз бір жіптен жиналады. Бас бармақ, сұқ саусақ, қайта бас бармағымыздан. Осылайша спицияға жібімізді жинай береміз. Өзімізге керекті петельдерімізді жинаймыз. Жібімізді тарттық. Қайтадан бас бармағымыздан, сұқ саусағымыздың арасынан қайта бас бармақ. Осылайша спицияда өзімізге керекті жіп жиналады. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.